Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар. Біздің Саулық Лайф онлайн марафонына қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Мұрат Ғазиза, мен акушер-гинеколог дәрігермін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әйелдердің репродуктивті жүйесі. Бұл тақырыпта біз әйел адамның ағзасы қалай орналасқан, анатомиясын, негізгі функцияларын жалпы қарапайым адам білу қажет ақпаратпен бөлісетін боламыз. Қалыпты жағдайда қандай болу қажет және қандай жағдайда дәрігерге қаралу керек екенін түсіндіретін боламыз. Әйелдердің репродуктивті жүйесі бұл ер адамдағындай ұрпақ жалғастыруға арналған жүйе, бірақ ерекшелігі әйел ағзасында, әйелдің репродуктивті жүйесінде ұрықтың дамуы және босану процесі жүреді. Және жалпы жыныстық гормондардың ерекшелігі болады. Әйелдердің репродуктивті жүйесі, жыныс мүшелері, бұл ішкі және сыртқы жыныс мүшелері деп бөлінеді. Сыртқы жыныс мүшелері деп отырғанымыз, бұл сырттан көрінетін және өзіндік функциялары бар жыныс мүшелері болып табылады. Бірінші жыныс мүшесі бұл бізде лобок, сыртқы жыныс мүшесіне кіретін бұл лобок, немесе қасаға деп атайды қазақша. Май тіндерімен, талшықтарымен қамтамасыз етілген, түкпен қапталған жыныс мүшесі, тері қабаты. Қасаға төменге қарай, шатаралыққа қарай бізде үлкен жыныс ернеулеріне, большие половые губы деп атайды орысша, үлкен жыныс ернеулеріне жалғасады. Бұл жерде май талшықтарымен қапталған түктерден тұрады. Және бұл сыртқы жыныс, үлкен жыныс ернеулерінің негізгі функциясы бұл ішкі жыныс ернеулерін, жалпы вульваны, шырышты қабаттан тұратын нәзік тінді жыныс мүшелерін қорғау болып табылады. Және бізде осы үлкен жыныс ернеулерін екі жаққа қарай тартып ашып көретін болсақ, ішкі жыныс ернеулері көрінеді. Ол мінекей мынау. Бұл ішкі жыныс ернеулері шырышты қабаттан тұрады. Бұл жерде түктер болмайды және ол өте нәзік. Және осы аймақты жалпы вульва деп атайды. Бұл вульвада бізде не бар? Бұл жерде бізде қынап кіреберісі орналасқан, уретра орналасқан, зәр шығару түтігі, және кіші жыныс ернеулерінің қосылған жерінде бізде клитор орналасады. Және кіші жыныс ернеулері қосылған жерінде капюшон болады. Бұл клитордың капюшоны, клиторды қорғап тұратын. Ал клитор деп отырғанымыз бұл әйел адам ағзасындағы қозуға жауапты, өте үлкен көп мөлшерде жыныс талшықтары, нерв талшықтары орналасқан өте сезімтал мүше болып табылады. Яғни оның функциясы қозу, әйел адамның оргазм алуына көмектесетін негізгі мүше. Уретра зәр шығару түтігі, яғни зәр шығару түтігі бізде осы қынап кіреберісіне ашылады. Қынап кіреберісінде бізде девственная плева, немесе қыздық перде орналасқан. Қыздық перде деп отырғанымыз бұл дәнекер тіннен тұратын қалың жыныс мүшелерінің шекарасы деп айтуға болады. Сыртқы және ішкі жыныс мүшелерінің шекарасы болып табылады. Ішкі жыныс мүшелеріне не кіреді? Ішкі жыныс мүшелері бұл жаңағы айтқан қынап кіреберісінен ары қарай басталады, ішке қарай. Қынап кіреберісінен созылып жататын бұл қынаптың өзі. Қынап ол созылыңқы болатын қатпарлы мүше болып табылады. Яғни бұл жыныстық қатынасқа қатысады және еттекір қанның шығуында өзінің рөлін атқарады. Бұл шығеттік түтік тәріздес, труба тәріздес болады, созылыңқы болып келеді. Яғни босану кезеңінде мысалы баланың басы сиятындай көлемге дейін ол ұлғая алады. Жатыр бұл қынаптан ары қарай созылып жатқан бұл жатыр екі
екі бөліктен тұрады. Жатыр денесі, негізгі жатыр, және жатыр мойны деп аталады. Яғни қынап пен жатыр денесін қосатын бөлігін жатыр мойны деп атайды. Жатыр мойнында канал болады, цервикалды канал деп атайды. Бұл жерде, яғни ол қалыпты жағдайда жабық тұрады. Ішінде өзінің слизи болады. Бұл да гормондардың әсерінен өзгеріп отырады. Кейде ашылады, кейде жабылады, тығыз жабылып тұратын кездері болады. Босану кезеңінде дәл осы жер, босану процесінде 5 см, 10 см ашылды деп жататын дәл осы жатыр мойны, бұл да созылыңқы, созылатын, ұлғаятын жер болып табылады. Ары қарай жатырдың өзі, баланың дамуы жүретін мүше, және бұл жерде қанды бөліністер дәл осы жатырдың ішкі қабатынан бөлінеді. Оның бірнеше қабаты бар: эндометрий ішкі қабаты, миометрий бұлшықетті қабаты, және периметрий сыртқы қабаты болып табылады. Бұның миометрий ортаңғы бұлшықет қабаты өте қалың, яғни ол кішкентай мөлшерден 9 айлық баланы көтеруге дейін ұлғаятын мүмкіншілігі бар. Сондықтан ол өте созылыңқы, қанмен қатты қамтамасыз етілген қалың бұлшықетті қабаты бар болады. Және эндометрийдің базальды қабаты және децидуалды қабаты, немесе функционалды қабаты деп атаймыз. Функционалды қабатында, яғни ол ай сайын менструалды цикл, менструация кезеңінде бір қабаты түсіп отырады. Жалпы етеккір кезеңінде ол тек қанды бөлініс емес, сонымен қатар осы жатырдың ішкі қабатының эпителийі де бірге түсіп отырады. Жатыр екі жаққа қарай жатыр түтігіне жалғасқан, оны фаллопий түтіктері деп те атайды. Оның негізгі мақсаты ұрықтану процесін жүргізу және ұрықтанған аналық жасушаны жатырға қарай бағыттау. Себебі түтіктердің ішінде кірпікшелері болады, және ол үнемі қозғалып тұрады. Оның қозғалысы осы жатырдың ішіне қарай, яғни ұрықтанған аналық жасушаны оның ампулярлы ең қалың жуан бөлігінде ұрықтану процесі жүреді. Аналық жасуша аналық безден шығып, осы аналық жатыр түтігінде сперматозоидты, аталық жасушаны күтіп отырады, және осы жерде ол ұрықтанады, және осы түтіктің кірпікшелері арқылы жатырдың ішіне қарай бағытталып, жатырдың ішінде ол бекінеді. Оң және сол жатыр түтіктері, оң және сол аналық жасуша өндіріп шығатын аналық бездерге жанаса орналасады. Бұл бекіне орналаспай, тек жанында жанаса орналасады. Бұл жалпы әйел адамның ішкі жыныс мүшелері. Жалпы біздің репродуктивті жүйеміз, әйел адамның репродуктивті жүйесінің гормоналдық реттелуі бірнеше кезең арқылы жүреді. Бұл мида орналасқан гипоталамус, гипофиз орталығы арқылы, және сонымен қатар қосымша әсер ететін қалқанша безінде бөлінетін гормондар арқылы, және бүйрек үсті гормондар арқылы, және ең негізгі әрине аналық без арқылы, соның синтездеп шығаратын гормондары арқылы реттеліп отырады. Негізгі әйелдік гормондар бұл эстроген, прогестерон гормоны. Эстроген гормоны осы әйел адамның әйелдік формасын болуына, сонымен қатар менструалды циклдың жүйелі түрде орындалуына ықпал ететін гормон. Сонымен қатар прогестерон гормоны, бұл жүктілікті қолдайтын жүктілік гормон деп те атайды. Яғни жүктіліктің болуына және оның жақсы өтуіне осы прогестерон гормоны әсер етеді. Жалпы қыз бала өмірге келгеннен кейін оның ағзасында бірден аналық жасушалардың, фолликулалардың запасы болады. Яғни әрбір қыз бала өмірге келген кезде ода аналық жасуша пайда болып отырмайды, ол уже өмірге келген кезде аналық жасушаларының запасы болады. Және ол біраз уақытқа дейін ұйқы күйінде болады, және 7-8, тіпті 6 жастан бастап перестановка кезеңі, қайта қалыптасу кезеңі басталады. Бұл кезеңді адренархия фазасы деп атайды. Бұл ұл балаларда да, қыз балаларда да осы алғашқы ер жыныс гормондарының бөлінуінен басталады.
андрогендердің бөлуінен басталады, бірақ қыздарда көбінесе ертерек, 1-2 жылға ертерек басталады. Қыз балаларда андрогендер бүйрек үсті безінің қыртысты қабатынан бөлініп шығады, және осы бүйрек үсті безінің андрогендері біздің ағзамыздың барлық мүшелеріне әсер етіп, ағзамыздағы осы қайта құрылу процесін бастайды. Бұл әсерді бастан кешіретін органдардың бірі ми, яғни мидағы бізде орналасқан гипофиз безінен гормондар бөліне бастайды. Бұл фолликула стимульдеуші гормон, немесе ФСГ деп атайды оны, және лютеиндеуші гормон ЛГ деп атайды. Осы екі гормонның әсерінен аналық бездегі жыныс гормондарының жұмысы реттеледі. Аналық безден бізде эстрогендер, андрогендер және прогестерондар синтезделіп шығады. Ал аналық без гормондарының негізгі әсер етуші органы мишени деп атайды. Олар жатыр, сүт безі және қынап болып табылады. Олардың өсіп жетілуіне, яғни ересек әйелдің жыныс мүшелерінің мөлшеріне жетуіне, сонымен қатар менструалды циклдың қалыптасуына, жалпы әйелдік типтің дамуына өзінің әсерін тигізеді. Жыныстық жетілу жалпы 8-18 жас аралығында өтеді. Ал екіншілікті жыныс белгілері 10-15 жас аралығында көріне бастайды. Яғни қыз бала өмірге келген кезде, жалпы бала нәресте өмірге келген кезде олардың біріншілікті жыныс белгілерін анықтаймыз. Яғни егер аталық бездері міндетті түрде ұмаға түскен болса, ол ұл бала екенін анықтайды. Егер үлкен жыныс ернеулерін көретін болсақ, олны қыз бала деп біріншілікті жыныс белгілерін анықтаймыз. Ал екіншілікті жыныс белгілері деп отырғанымыз, ол ең бірінші әрине сүт безінің ұлғаюы, түктердің пайда болуы және етеккірдің пайда болуы. Бірақ осы кезең міндетті түрде өзінің кезектілігімен өту керек. Ең бірінші омырау ұлғая бастайды, сүт без ұлғая бастайды. Сүт без ұлғайғаннан кейін, біраз уақыттан кейін түктердің пайда бола бастауы, қасағада, қолтық астында, аяқ қолда түктердің пайда болуы басталады. Егер омыраудың ұлғаю кезеңін телархия деп аталсақ, қасағада түктердің пайда болуы, пубархия, қолтық астындағы түктердің пайда болуын аксилархия деп кезеңдерін атаймыз. Содан кейін омырау сүт безінің ұлғайғаннан кейін 1,5-2 жыл ішінде, тіпті 1,5 жылдан кейін деп айтсақ болады, кейін алғашқы етеккір менструация пайда болады. Бұны менархия деп атайды. Бұл кезектілік міндетті түрде өзінің осы этапность арқылы жүру керек, бірінен кейін бірі өтуі керек. Егер де бұл этапность бұзылатын болса, яғни гормондардың қандай да бір жерде бұзылысы болып жатыр дегенді түсіндіреді. Яғни бірінші етеккір пайда болмайды, бірінші түктер пайда бола бастамайды. Ең бірінші міндетті түрде сүт безі ұлғая бастайды. Бұл енді екіншілікті жыныс белгілерінен бөлек, тағы да қосымша белгілер пайда бола бастайды, өзгерістер бола бастайды. Бұл қалыпты жағдайдағы өзгерістер, жалпы өтпелі кезеңдегі, жыныстық жетілу кезеңіндегі өзгерістер, және бұндай өзгерістер кезеңінде балаларға ертерек түсіндірген дұрыс, осындай жағдайлар болуы мүмкін деп. Және егер де әрбір бала осындай өзгерістерге дайын болатын болса, ода ешқандай қорқыныш болмайды, және қандай да бір өзгерістер кезеңінде ол қалай не істеу керек екенін білетін болады. Сонымен қатар қатарластарында, достарында сондай өзгерістер болса, оларды кемсіту, буллинг жасау сияқты әрекеттер орын алмайды. Қандай өзгерістер? Бұл тершеңдік, тердің өзіне тән иісі пайда бола бастайды, терінің типі өзгере бастайды, тер майлана түседі. Бұл да әрине гормондардың әсерінен. Шаштың майлануы, бұл да барлық осы гормондардың әсерінен болады. Сонымен қатар беттегі безеулердің пайда бола бастауы, денесі әйелдік типке ұқсай бастайды, дөңгелене түседі, аздап салмақ қоса бастайды, яғни майға батты дами түседі. Себебі бізде гормондар осы майлар арқылы синтезделіп шығады. Сондықтан ол майсыз гормондар
гормондардың синтезделуі мүмкін емес. Жамбас сүйегі ұлғаяды, бөксесі кеңейеді, және бұның барлығы қалыпты жағдай болып табылады. Сонымен қатар міндетті түрде пубертатты бөлінділер, выделениялар пайда бола бастайды. Бұл да олардың қынабындағы микрофлораның дамып жатқанын және қалыпты жағдайда өтіп жатқанын көрсетеді. Әйел адамның қынабының ішінде шартты патогенді бактериялар болады, кандидалар болады, яғни өзінің микрофлорасы болады. Ол өзін бір-бірін қалыпта ұстап отырады, яғни өзін өзі тазалайтын орган болып табылады қынап. Қынап пен құлақ мысалы өзін өзі тазалайтын орган. Оның ішін тазалауға қосымша күш жасаудың қажеті жоқ. Яғни ол үнемі өзін өзі тазалатып отырады. Бөлінділер пайда бола бастағаннан кейін тек қана сыртқы жыныс мүшелерін жиі жуып және іш киімді жиі ауыстырған жөн. Жиі қойылатын сұрақтардың бірі бұл қыздық перде деген не? Қыздық перде деп отырғанымыз бұл қынапқа кірер жолды жауып тұратын шырышты қабықтың қабаты, бірақ жауып тұрмайды, бұл толық жауып тұрмайды, яғни пленка сияқты жауып тұрмайды. Тек ол жанынан орналасуы мүмкін, немесе клетчатый болуы мүмкін. То есть оның өзінің формалары әртүрлі болып келеді. Бірақ жиі кездесетін, 80% кездесетін бұл тек қана қынаптың мөлшерін кішірейтіп қана тұратын, шетінде ғана тұратын қабат деп айтуға болады. Ол эластикалық болуы мүмкін, кейде жыныстық қатынас кезінде ол жыртылмай жатады, кейде жыртылуы мүмкін, кейде қанды бөліністер пайда болуы мүмкін, ауырсыну сезімдер болуы мүмкін. Бірақ бұл міндетті түрде етеккір шығатындай ода тесік болуы қажет. Кейбір жағдайда атрезия девственной плевы деп айтады, яғни кейбір қыз балаларда девственная плевасы, яғни қыздық пердесі бітеу болады, яғни ол жерде ешқандай тесік болмайды. Ондай кезде хирургиялық жолмен біз тесуіміз қажет, яғни кесуіміз қажет. Себебі етеккір қаны міндетті түрде сыртқа шығуы керек. Ақ түсті бөлінділер жаңағы айтқанымдай біздің микрофлоралардың нәтижесінде және өзін өзі тазарту процесі қынаптың ішкі қабаты мүйізденетін жасушадан тұрады. Сондықтан ол өзін өзі тазартып бір қабаты бөлініп шығып отырады. Сондықтан бұл ақ етеккір, ақ бөлінділер қалыпты жағдай. Тек оның мөлшеріне мән беру керек. Күнделікті бір шай қасықтың, бір десерт қасығы, шай қасықтан сәл кіші, десерт қасықтың мөлшерінен аспауы қажет. Аздаған қышқыл иісі болуы мүмкін, түсі ақшыл сары түс болуы мүмкін, бірақ ол менструалды циклдың фазасына қарай тағы да өзгеріп отырады. Етеккір циклы бұл әйел организмде ай сайын болатын, оның репродуктивті жүйесінің, гормоналды жүйесінің дұрыс жұмыс жасап жатқандығының белгісі. Қалыпты жағдайда бұл 21-35 күн, кейбір деректер бойынша 24-35 күн, әрбір этникалық топқа байланысты сондай бір нормасы бар. Жалпы айтқанда 21-35 күн аралығында қалыпты болып саналады. Орташа 28-30 күн аралығын ұзақтығын құрайды. Етеккір циклы деп отырғанымыз бұл етеккір келген күннен бастап келесі етеккірге дейінгі уақытты алады. Және бұл міндетті түрде өзінің последовательно сол циклды ұстап отыру қажет. Яғни бір айда 21, келесі айда 35 күн деген цикл болмауы қажет. Ол өзінің нормасын ұстап отыру керек. Және етеккір циклын әсер ететін әртүрлі факторлар бар. Оны да келесі сабақтарда айта өтеміз. Жалпы етеккір бұл кір қан емес, біздің денеміз тазаланатындай кір қан, шығу керек қан емес. Бұл тек қана біздің жатырымыздың ішіндегі эндометрий қабатының бөлінуі. Егер де жүктілік болған жағдайда, жалпы біздің эндометрий қабаты не үшін қалыңдайды? Ол жүктілік болса, ұрықтану болса, сол ұрықты жабыстырып алу үшін өсіреді эндометрий қабатын эстрогендердің әсерінен. Егер де ұрықтану болмаған жағдайда, яғни жүктілік болмаған жағдайда, онда ол эндометрий сыртқа шығып отырады да, келесі айда, келесі циклда ол тағы да эндометрийді қалыңдата түседі. Жалпы етеккірдің менструация қанды бөліністер 3-7 күн аралығында, ең көп дегенде 8 күн, 8 күннен артық келетін болса, бұл көп етеккір, 3 күнге дейін келетін болса, аз етеккір болып табылады. Менструалды цикл ол 2 фазадан тұрады: фолликулярлы фаза, фолликула дамитын, пісіп жетілетін фаза, және
лютеиндеуші фаза жүктілікке дайындалушы фаза деп айтуға болады. Себебі осы лютеинді фаза кезеңінде ұрықтанған аналық жасушаны жабыстырып алу процесі болады. Және осы екі фазаның ортасында овуляция болады. Яғни овуляция деп отырғанымыз, бағана айтқанымдай, қыз бала өмірге келгенде запас яйцеклеток болады ода. Запас аналық жасушасының запасы болады. Және ол осы яйцекер циклы сайын, әр яйцекер сайын ол өзінің аналық жасушасынан айырылып отырады. Егер де осы овуляция кезеңінде бізде осы фолликулалар жетіліп шыққан кезде ол жарылады да, ішінен аналық жасуша шығады. Егер де жүктілік болмаған жағдайда қайтадан фолликулярлық фазаға түсіп, ол қайтадан ішкі қабаты дами бастайды. Так, мінекей, мына жерде бір суретпен түсіндіре өтейін. Қараңыздар, міне бірінші күнмен 28, қалыпты жағдайда орташа есеппен 28 күн жүреді десек, бірінші бізде фолликулярлық фаза, мінекей мына жерде қанды бөліністер, менструация болды, шамамен 7 күнге дейін. Одан кейін осы гормондардың ең жоғарғы пикі болған кезде бізде овуляция болады, яғни аналық жасушаның пісіп жетіліп жарылып шығуы. Одан кейін гормондардың резко түсуі байқалады да, прогестерон гормонының ұлғаюы болады. Яғни прогестерон гормоны осы аналық жасуша шыққан орында сары денеден түзіледі, сары денеден түзіліп шығады. Оның мақсаты эндометрийді қалыңдатып, осы жерге ұрықты жабыстырып алу. Егер де жүктілік болмаған жағдайда, яғни мына яйцеклеткаға сперматозоид қосылмаған жағдайда, онда прогестерон төмендеп қайтадан цикл басталады. Осылай бір суретпен фазаларды түсінуге болады. Қалыпты жағдайда 3-8 күн деп айттым, я? Так, алғашқы етеккір 10-15 жас аралығында, ең үлкен дегенде 16 жасқа дейін жалпы барлық өзгерістер болуы қажет. Цикл 21-35 күн, етеккір 3 күннен 8 күнге дейін, күндіз 3-4 сағат сайын прокладка толатын болса, бұл қалыпты жағдай. Түнде бір прокладкадан артық қолданудың қажеті жоқ болса, бұл қалыпты жағдай. Етеккірдің алғашқы күндері іштің астыңғы бөлігі аздап тартып дискомфорт болуы мүмкін, бірақ қатты ауырсыну болмайды. Егер осы нормадан шығып кететін болса, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Бүгінге осы сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады.